Басалды ма? Саламатсыздар, ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Мен сіздерге просто сабақ басылмай жатып, бір сиқыр көрсетіп жіберейін. Мен сіздерге барлық құпияны аштым, яғни бізде сабақ осылай түсіріледі. Яғни мен өзім видеограф, фотограф болғаннан кейін осылай сәл сабақты басқаша ракурстан, басқаша жерден алып түсірейін деп шештім. Жалпы мен өзім таныстырып кетейін ең алдымен. Мен есімім Дінислам болады. Яғни Бақытбай мырзаның және де Бопайдың фото, видео жағына жауап беремін. Так сабағымызды бастамай тұрып, мен сіздерге бір жақсы мәлімет айтып кетейін. Яғни сіздер көріп отқандарыңыздың көбіңіз уже инста дүкендеріңіз бар, либо енді қызығып жүргендеріңіз бар, инста дүкен ашамын деп. Уже прям жүргізіп жатқандарыңыз бар. Яғни инста дүкенге ең керек нәрсене ол инста дүкеннің инстаграмына кірген кезде көзге сразу тартатын, бірден көрінетін ол фото, видеосы, сразу инста аккаунтқа кіреді, адамдар ашып қарайды, былайынан. И көзге ұрып тұру керек, прям адамда ұстап қалмаса, онша сенімсіз болады сіздерге. Алудан сәл былайынан қош деген сияқты что-то біртүрлі прям басқа магазиндер кіреді, сразу көзге ұрады. Адам тартады видеомен, фотомен, әдемі, сапалы дүниелер жасалғанда. Сондықтан мен сіздерге бүгін жалпы өз инста дүкеніңізге сапалы фотоны қалай жасау керектігі туралы бір жақсы сабақ үйретпекшімін. Және де мен сіздерге мұнда бір шығарып кетемін. Инста дүкеніңізге жалпы видеоны қандай приложениялармен істеу керек, мұнда шығатын болады. Және де қандай фото приложенияларды тоже шығарып қоятын боламын. Так, достар, мен сіздерге ең алдымен қарапайым смартфонмен қалай керемет, креативный таргетке кететін видеоны қалай жасау керектігін үйрететін боламын. Бірінші менде осындай галереямда таргет видеос деген папка бар. Мұнда бәкеңнің мысалы таргетке кетіп жүрген, таргеттен көріп жүрген видеоларын осы жерге сақтап етіп қояйық. Мұнда осы видеоға кірсек, мұнда қараңыз үстінде заголовок тұр да, ең үстінде тегін сабақ. Яғни ол адамды ұстап қалады бірден. Адам таргетке шығады, инстаграмнан қарап отырған кезде, және де тегін сабақ деген кезде адамға бірден миына жалпы атака жазады бұл сөз. Тегін сабақ, қалайша тегін, мен үлгеріп қалайын деген сияқты сразу. Астында видеоны полный көреді, плюс астында қараңыз, субтитр кетіп отыр астында тоже. Мысалы бәкең айтып жатқан каждый сөзі астында субтитр болып жазылады. Продаждан құлап кетсе, мен саған көмектесе аламын. Бұл да тоже таргетке кететін видеодағы өте бір керемет фишкалардың бірі. Яғни қараңыз, сіздің видеоңызды ең алдымен осындай тақырып жабу керек, адамды сақпалатын, немесе ең алғашқы таргеттегі видеода ең алғашқы 3 секунд, яғни ең алғашқы 3 секундта сіз клиентті ұстап қала алмасаңыз, онда сіздің таргетке жіберген видеоңыз бостан босқа түсірілді деп айта берсеңіздер де болады. Бұл видеоның монтажы қалай жасалады деген үлкен сұрақ болуы мүмкін, жасап үйренсем екен деген сияқты. Мендеше сіздерге монтажын көрсетейін. Сәлем, инстаграм арқылы. Мұнда тоже. Сәлем. Мұнда тоже қараңыздар, әрқайсының үстінде заголовок тұр, тегін онлайн сабақ. Инстаграм арқылы. Тегін білімнен құр қалма деген сияқты көрдіңіздер ма? Ол яғни адамды бірден ұстап қалады. Клиентті, яғни суық аудитория дейді ғой, холодный. Сол аудиторияға жібергенде мұнда қараңыз, тегін білімнен құр қалма. Бұл видеоны бізге жасау үшін видеолип приложениесі керек болады. Так, видеолип приложениесіне кіреміз, бағанағы өзімізге керек видеоны тауып аламыз. Так, ол қайда еді? Избранный да емес. Таргет видеос. Міне ол ең алдында мен просто так осындай видео тұғын. Осындай видео еді. И біз былайнан қараймыз так. Қай жерден басталды? Сәлем. Міне так осылай видео тұр. И бірінші қырқып алайық видеоны полный. Артық кем жерлерін, артық жерлерін қырқып алайық. Так. Осы жерден қырқамыз. Сөйлейді. И соңында күтем деген сөз өтті да. Осы жер міне былай ұстасаңыз видео қырқылады, яғни күтем. Алып келіп мұнда қоя саламыз. Все. Түсіндіңіздер ма? Так, енді біз үстіндегі бағандай заголовокты, субтитрді қоятын видеоны қалай жасаймыз? Ол үшін мұнда ең астында host деген тұр. Host деген жерге кіреміз.
host деген жерге кірсек, формат деген тұр. Яғни Instagramның форматы 4:3 формат болуы мүмкін, 16:9 формат болуы мүмкін, либо 1:1 формат болуы мүмкін. Ал бізге керегі 1:1 форматы. 1:1 форматы. Так, енді 1:1 форматын алып алдық. И тағы да хостқа кіреміз да фон. И мұнда цветті ақ цветке қойық. Өздерің идеяларыңызбен неше түрлі әртүрлі ұқсасаңыздар болады. Мен сіздерге просто так базовый бір ғана базовый көрсетейін. Осылай. Енді так бізге үстінде заголовок керек болады да. Ең үстіне тақырып, яғни адамды өзіне қарататын ключевой сөз. Кілтті сөз дейді ғой. Оны біз қалай қоямыз? Мұнда текст батырмасын басамыз. Текст басырмасын басып, так, тегін сабақ деп жазайық. Так, и плюс смайликтер қойсаңыздар тоже әдемі кетеді. Так, осылай смайликтер қойық. Алдына тоже смайликтер. Так, былай қойық. Все. Так, бұнда көрінмей қалды да. Біз цвет өзгерте саламыз қызыл цветке. Все, міне дайын. Осылай қоямыз. Бізге енді субтитр керек болады. Так, тағы да текстке кіреміз. Текстке кіреміз да. Айтпақшы сіздерге бір нәрсені айтуды ұмытып кеттім. Мұнда текстте, мұнда үстіндегі заголовокта шрифт бөліміне кіріп, мұнда ең алғашқы тұрған, либо мына үшінші рубик деген шрифтпен жазсаңыздар өте керемет әдемі көрінеді. Енді біз астына субтитр жазайық. Так, субтитр. Ең алдында сәлем деп бастайды. Так. Сәлем. Смайлик қайда? Прям андай қол созып тұрған, қалайсың деген сияқты. Так, енді бұны біз цветін қара қыламыз. Өйткені мұнда ақ фон ғой. Так, қара қыламызда бізге басқаша шрифт керек болады. Прям андай әдемі. Мына міне. Текстке кірсеңіздер ең астында Open Sans деп тұр. Open Sans L. Осы субтитрмен былай қоямыз. И бір тыңдап алайық. Сәлем. Көп сөз емес. Көп сөз емес. Так, сәлем деген жер. Сәлем. Осы жерден бітті, осы жерден қырқып аламыз. Ең астына тексттің үстінен басалса да, астына былай жылсаңыз, разделить деген батырма тұр. Сонымен оны осылай қырқып аламыз. Көп сөз емес. Көп сөз емес. Біткен жеріне тағы бір қырқып аламыз. И осы жерге көп сөз емес деп просто жаза саламыз. Сәлем, көп сөз емес. Қараңыз, қалай шығады. Сәлем, көп сөз емес, қысқаша. Карантин. Былай жазайғанда көп сөз емес, өтір қысқаша. Көп сөз емес, қысқаша. Карантинде продажаң құлап кетсе, мен саған көмектесе аламын. Міне. Кетсе, мен саған көмектесе аламын. Көмектесе аламын. Бәкең аузына қарап отырамыз осылай. Карантинде қалай деді? Қысқаша. Карантинде продажаң құлап кетсе, мен саған көмектесе. Карантинде продажаң құлап кетсе, мен саған көмектесе аламын. Так, көмектесем, былай қояйық. Қысқаша. Карантинде продажаң құлап кетсе, мен саған көмектесе аламын. Или бұны андай қылып анимация түрінде шығаруға да болады. Міне. Мысалы, текстің үстінен басамыз, бұнда астында анимация. Немесе бұнда астында субтитрді анимация түрінде әдемі шығаруға да болады. Ол үшін бізге текстің үстінен басамыз да анимация батырмасына басып, вначале десек, неше түрлі видео субтитрдің қалай әдемі былай шығу, анимация түрінде шығуы туралы көптеген варианттар бар. Міне астында қарасаңыздар. Міне, былайынан шығаруға болады. Былай шығаруға болады. Немесе былай шығаруға болады. Мысалы, маған осы ұнайды. Мына жазылып тұр ғой. Type
writer. Міне осылай шығаруға да болады. Қысқаша, карантинде продажаң құлап кетсе, мен саған көмектесе аламын. Ешқандай да? Осылай жазып кете бересіздер міне. Ешқандай ақы сұрамаймын. Қатты қиыншылығы жоқ. Менде де маған да жазады көбісі осындай видеоларды қалай жасайды деген сияқты. Егер пайдаларыңызға асып жатса, мен өте қатты қуанышты боламын. Ал енді біз примерно видеомызды жасап біттік деп ойлаймын. Жалпы түсіндіңіздер, қалай жасау керектігін. Осылай полный жазып, сондайын жазып кете бересіздер. Енді бізге тағы бір нәрсе керек. Бұл видеоға плюс артынан background music дейді, яғни музыканың артынан жай беріліп тұратын бір звук, музыка. Так, бізге музыка керек болады. Мен сіздерге тағы бір фишка үйретіп кетейін. Музыкаға видеоны қалай қоямыз? Өте оңай жолы бар. Так, бізге осы YouTube керек. Например, background music. Background music деп жазсаңыздар, көптеген жақсы әдемі музыкалар шығады. Background music. Жазайық background music. Мысалы менде motivational background music деп тұр. Так, тыңдап көрсек, по идее нормальный музыка, да? Давайте осы музыканы қойып көрейік. Так, ол үшін бізге поделить батырмасын басып, копировать етіп аламыз. Осылай. Және оны біз телеграмда ботқа саламыз. Яғни Livebot. Livebot міне қарап алыңыздар жақсылап. Livebot деген приложение саламыз. И мұнда бағана копировать етіп алған видеомызды, яғни музыканы ютубтан алған вставить етеміз ссылкасын. И міне воля музыкамыз дайын болды. И осыны біз бағана видеоға лақтыруымыз керек. Осынан бары үстінде тұрған музыка болып жатқан жерге басамыз. Және мұнда үстіне қараған жерге басамыз. Және тағы да осы жерден видеолип приложениесін тауып аламыз. Скопировать видеолип. Міне солай бассаңыздар, бірден видеоның үстіне түседі музыка. Оп-оңай да? Енді қараңыздар, тағы бір тыңдап көрейік. Сәлем, көп сөз емес, Көрдіңіз бе, музыка қатты шығып кетті. Прям мұнда Бекеңнің дауысы естілмей қалды да, екеуі жарысып шығып жатыр. Ол үшін так мұнда музыканың үстінен басамыз, мұнда көк тұрған музыка, сары текст болады. Музыкаға басамыз да, громкость деген бар астында. Осылай чуть азайтамыз. Примерно 10-ға қойып көрейік. 10-ға қойып қалай болады екен. Сәлем, көп сөз емес, қысқаша. Карантинде продажаң құлап кетсе, мен саған көмектесе аламын. Жоқ, бұл қатты жай болып кетті ма? 15-ге қойып көрейік. Продажаң құлап кетсе, мен саған көмектесе аламын. Ешқандай максимум польза, максимум. Все, дайын. Осылай қоя бересіздер. Жалпы мен сіздерге базовый өте былай жалғыз креативный видеоның, яғни қарапайым смартфонмен жасалатын видеоның бір ғана түрін үйретіп кеттім. Пайдаларыңызға асты деп ойлаймын. Келесіде мен сіздерге бағанағы айтқан Photoshop'тың атасы дедім ғой, Lightroom приложениесі туралы айтатын боламын. Жалпы креативный видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Өздеріңіз бизнестеріңізде қолданып жасап көрсеңіздер болады. Ендеше Lightroom сабағына кеттік. Достар, мен сіздерге бағана фотообработканың атасы деп айттым ғой. Яғни ол қазіргі уақытта қарапайым смартфонмен фото әдемі жасаудың ең бір керемет приложениялардың бірі ол, яғни Lightroom приложениясы. Lightroom приложениясы так ол App Store'да, яғни iPhone'да App Store'да да бар, и Android соткаларда тоже Play Market'те де бар. Ол қолданылуы барлығы бірдей. Сондықтан осылай фотосы жалпы осылай болады. Сохранить етіп аламыз өзімізге. Бұл бірінші қадам. Бұл бірінші әдемі фото жасаудың бірінші қадамы. Енді келесі бізге Telegram керек болады. Так, Telegramға кірейік. Telegramға кірсек, так, Telegramға кіргенде мұнда поисқа жазамыз. Пресеты, просто жазсаңыздар, пресеты деп жазыңыздар. Мұнда пресеты Lightroom деген приложение шығу керек. Так, мұнда мен шығара салайын. Пресеты Lightroom деген канал шығады, яғни каналға кіреміз. И мұндан неше түрлі мысалы міне дайын обработкалар бар.
оны қазір мен сіздерге толық түсіндіріп өтетін боламын. Екінші қадам сіздерде телеграмға кіріп пресеты деген осы каналға жазылып алу. Енді мен сіздерге біреуіне мысал келтіріп өтейін. Мысалы мен мұнда DNG форматта осындай бір фото тұр. Яғни осы пресетті мен өзімнің Lightroom бағанағы сіздер басып алған, сіздерге көрсеткен приложениесіне лақтыруым керек. Яғни сол жаққа қарай жіберуім керек. Так, былай қарай DNG форматқа кіреміз. Папкаға кірсек, былай пустой болып тұр. Бұл не болып қалды? Түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Егер сабақты, Lightroom сабағын түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Енді мұнда үстінде 4 бұрышты, яғни үстіне қарап знак қарап тұр. Соны басамызда, мына жерден былай жылжытсақ, Lightroom приложениесін тауып аламыз. Міне осылай тұр. Lightroom приложениесіне бассақ, запустить Lightroom сейчас деп тұр. Яғни лақтырамыз Lightroom қарай осылай. Міне. Сонда міне сіздерде DNG деп тұрады. Осы түсу керек сіздерде де. Міне DNG форматқа кіреміз. Және мұны енді біз қалай өзіміздің фотомызды қоямыз. Мұнда ең шетінде 3 нүкте тұр да, домалақ 3 нүкте тұр. Осыған басамыз және создать стиль дейміз. Создать стиль и Instashop деп сохранить етейік осылай. Осылай сохранить еттік. Енді біз өзімізге керек, мұнда міне қайттан обратно артқа шықсаңыздар, мұнда астында мына 4 бұрышты астында шетінде плюс знагымен бір жер тұрда, осы жерге басамыз из фотопленки дейміз де, өзімізге галереямыздағы әдемі керек фотоны обработка жасап, өз инстадекіңізге әдемі фотоңызды обработка жасап алсаңыз болады. Мысалы ары қарай көрсетейін. Так, мысалы осы фотоны обработка жасау керек, фонтаның фотосын. Яғни енді біз бағанағы өзімізге Lightroom-ға лақтырып алған пресетті енді біз қай жерден қоямыз? Яғни мұнда астын жылжытсаңыздар, осылай жылжытсаңыздар, стили деген ең шетінде стили деген папка тұр. Осыған кіреміз. Міне мұнда қанша менде көп пресеттер бар. Өзім қолданамын осыны. Міне Instashop, міне біздің бағана сохранить еткен пресетіміз. Міне қараңыз. Осылай сәнделді. Яғни сізге пресеттің кейбір жерлері ұнамай қалуы мүмкін. Мысалы сіз фотоңызды қап-қараңғы қылып тастауы мүмкін, или жарық қылып прям сізге ұнамай қалуы мүмкін. Егер ұнамай қалса, мұнда астында тоже цвет деп тұр, свет, эффекты, детали. Осылардың барлығын былай кіріп, мұнда ішіндегі ползуноктарды қозғап, былай жылжытып, өзіңізге керек түсте өзіңізді әдемі қылып фотоңызды обработка жасап алсаңыз болады. Яғни мен мысалы примерно сіздерге көрсетейін. Экспозициясы қараңғы, жарық қылады. Мұны примерно осылай қояйын фотомызға. Контрастностьті тоже осылай. Қатты прям жарық болмай қойсын. Осылай болсын. Светті области. Так, былай қояйық. Белые, так, былай болсын. Черный тоже осылай болсын. Цветке кіреміз. Красочность. Чуть осылай қояйық. Насыщенность. Так, осылай болсын. Примерно сіздерге көрсетіп жатырмын осылай болса, өздеріңізге ұнаған барынша ұнағанша осылай әдемі қылып жасап алсаңыздар болады. Так, міне осылай ұнайды. Мысалы осы фотоның сәнделген осылай болсын. Так, мынау былай болсын. Міне қараңыз. Мен примерно болдым. Енді қараңыз разницаны. Ол ең басында түсірілген фото, міне дәл осылай еді. Енді мен бағанағы Lightroom приложениесіндегі пресет арқылы фотоны былай өзгертемін. Керемет па? Прям атмосфера, прям әдемілік берді да фотоға. Бұл Lightroom приложениесі туралы көбіңіз білулеріңіз мүмкін, либо көбілеріңіз білмеулеріңіз де мүмкін. Білсеңіздер, келесі сабақты көріп, алдыңғы сабақтарды көріп, қайталай берсеңіздер болады. Оған ешқандай реніш жоқ. Если білмесеңіздер, мен өте қатты қуаныштымын. Мен сіздерге жаңа бір әдемі затты үйретіп жатқаным өте қатты қуанышты боламын. Яғни, мен сіздерге қазір пресеттің, яғни біреуін ғана мен сіздерге көрсеттім, қалай жасау керектігін. И мұнда қараңыздар, пресет деген группада мыңдаған пресет бар. Ойлаңыздаршы, мыңдаған, қараңыз. Мынаның бәрі пресеттер. DNG форматта, бәрі пресеттер. Өзіңізге, яғни осылай кіріп осында, мысалы, өзіңіз фотоңызда келеді ау деген, мысалы, дайын мындай пример көрсетіп, осылай міне фотоға шығарып қойған, осындан көріп, мысалға, тур бағана біз лақтырғандай қылып, форматқа кіріп, Lightroom-ға лақтырып, сәндей берсеңіздер болады. Енді сіздерге бір сұрақ туы мүмкін, бұны қалай сохранить етемін деген. Мұнда үстінде қарасаңыздар, 4 бұрышты, яғни үстіне қарап знак тұрған жерге басамыз да,
сохранить ету үшін, өзімізге жүктеп алу үшін и эксперт фотопленку деген жерге басамыз. Все, сохранить етілді. Галереямызға барайық, фото деген жерге. Прям міне фотомыз дайын болды. Вуаля, өте керемет, әдемі фото, сапалы фото шықты. Яғни бұны сіз инстадүкенге ғана емес, өзіңізге, яғни достарыңызға, ініңізге, ағаңызға прям сәндеп берейінші фотоңды деп алып, прям фотоға әдемі атмосфера берсеңіз болады. Бүгінгі сабақ осымен тәмам. Мен сіздерге пайдам тиді деп ойлаймын. Алдағы уақыттағы сабақтарды қарап, жалпы инстадүкендеріңізге прям мықты қылып жүргізе беріңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сіздермен болған Дін Ислам. Зейіндеріңіз ашылсын. Жақсы, сау болыңыздар.